Ассалаумағалейкум. Армысыздар спорт сүйер қауым. Эфирде әдеттегідей елдегі және әлемдік спорт ареналарынан келіп жеткен ең соңғы ақпараттар мен басты жаңалықтарды назарларыңызға ұсынатын спорт әлемі бағдарламасы және мен Айбек Қабылша. Ендеше бізбен бірге болыңыз. Футболдан Қазақстан премьер-лигасының жаңа маусымы басталғаны кеше ғана еді. Міне, 6-шы турдың ойындары артта қалды. Және алғашқы турлар жанкүйерлер көңілінен шығып жатыр десек артық айтқандық емес. Себебі жүлдеден үмітті деген мықтылардың барлығы бір-бірімен кездесіп үлгерді. Бұл жолғы орталық ойын Астана аренада өтті. Қазақ футболының ел классикосына баланған матчта Астана мен Қайрат кездесіп, жұрт күтпеген нәтижені тіркелді. Көрермен көңілінен шыққан сол кездесуге біз де бардық. Ендеше шағын блокты қабыл алыңыздар. Астана және Қайрат арасындағы матч дәл қазір басталды. Және бұл бұрынғы ел классиконың ізімен жалғасатын ойын. Қайрат қандай деңгейде болса да Астанамен болатын кездесуді жанкүйерлер асыға күтеді. Біз де асыға күттік. Ендеше бірінші тайм басталды. Есепте алға шығарып үлгерді. Ал кездесудің бар болған 3-ші минуты енді басталды. Қызықтың көкесі алды. Теңестіретін 100 емес, 1000% мүмкіндік болды. Марин Томасов 1000 рет дәл осы жерде қақпаға соққы бағыттаса, гол соға шығар, бірақ бүгін емес, қазір емес, осы сәтте емес. Қазір хорватиялық легионер бос қақпаға допты бағыттай алмады. Бұл нені білдіреді? Толқыныс па, қорқыныш па, әлде бір Қайрат бүгін жеңіске жетеді дегеннің белгісі ме? Кім біледі? Матч көрсетеді. Данияр Сахи бірінші таймның аяқталған белгісін беретін ысқырығын шалды. Есеп 0-1 алда Қайрат. Астана Қайрат арасындағы матчтың екінші таймы басталғалы тұр. Қазір Данияр Сахи белгі беру керек. Міне, ойын басталды, екінші тайм.
Üçüncü, Joao. Қауіптің бұлтын сейілтті қазір. Алматылық қорғаушылар көптеп көмектеп жүріп, бірақ өте қауіпті болды. Бірақ елордалықтардың шабуылы қазір уақыт өткен сайын артып бара жатыр. Тағы да міне бір шабуыл. Және міне. Мәссаған! Аслан Дарабаевтың соққысы қақпадан сантиметрлер ғана қисып кетті. Аяқталуына қазір 10 минут уақыт қалды. Есеп әлі де 0-2, алматылықтар алда тұр. Елордалық команда шабуыл жасап жатыр, бірақ нәтиже болып жатқан жоқ. Қайрат 3-ші гол сақ көту әбден мүмкін секілді, менің ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен жаңа не айттым? Астаналықтар емес, алматылықтар 3-ші гол соғуға жақын сияқты деп айтқам. Және солай болды. Қайрат 0-3 қазір елордалықтарды ойсырата атып жатыр. Ойсырата. Қайрат көрсетті. Астана не көрсетті? Масқара. Ойын тамаша болды, әділ болды, шын мықты жеңіске жетті деп айтуға болады. Және төрешілердің тазалық еткенді айта кетуіміз керек. Осы тұрғыда Данияр Сахиға рахмет айтамыз. Жеңіс құтты болсын. Қалайсыздар? Амансың ба? Ал. Бүгінгі көңіл-күй қалай? Жақсы. Қалай болды матч? Әдемі ойын болды. Мына балдар, біздің жас балдар ғой, көріп тұрсыздар. Олар әлі талай Қазақстанға көмектерін тигізеді. Болмай Қазақстанда 1-2 жылдан кейін Құдай қаласа кіріссек болады шығар болмай. Бүгін енді дәл осылай есеп 0-3 болады деп ойладыңдар ма? Әрине біз барлық матчқа бірдей соперниктерге бірдей мақсатпен қараймыз. Және 3-0 ол өте жақсы результат. Бізге кішкене жетісуға ұтылғанымыз да дұрыс шығар. Кішкене балдар естерін жиып, бізге тағы бір стимул алдыға жылжуға бір сондай әсер қалдырды. Сондықтан да ол жеңісінде дұрыс болған, может дұрыс болған шығар деген ойдамын. Тамаша құтты болсын, Сейдахмет. Өзіңнің ойының қалай енді бұйыртса? Жайлап жинап келе жатырмын. Енді Құдай қаласа формамды жинап, әлі сборный Қазақстанға түсуіме өзімнің мақсатым бар. Сондықтан да жұмыс істеп жатырмын. Алла қаласа бәрі жақсы болады. Ал, сәттілік. Рахмет. Жеңіс құтты болсын. Ассалаумағалейкум, Аслан. Бір ауыз матч жайлы. Білмеймін, даже қазір бізге бола ма, болмай ма беру керек. Жарайды. Астана аренада ел классиконы тәмамдадық. Қайрат Астана аренада Астананы 0-3 есебімен талқандады. Мұндай нәтижені ешкім күтпесе керек. Дегенмен футбол осынысымен қызық. Мұнда алаң тегіс, топ-томалақ 90 минуттың ішінде кез келген команда жеңіске жетіп кетуі мүмкін. Және бүгінгі Қазылар алқасында таза қызмет үшін, әділ төрелік үшін алғыс айтқым келеді. Бүгінгі ойынның статусына сай болды. Жанкүйерлер де бүгінгі ойыннан ләззат алды деген ойдамыз. Шын мықты жеңіске жеткен секілді. Астана командасында қандай қиындықтар болып жатыр? Бабаян бапкерде біраз жоспарлар жүзеге аспай жатқан секілді. Өткен жолы басты қарсыластарының бірі Ақтөбеге өз алаңында ойсырай жеңілсе, бүгін ел классикода Қайраттан ұтылып отыр. Тағы да 3 гол айырмасымен. Астана командасының жетекшілері
өз ойыншыларымен, бапкерлерімен сөйлесе жатар. Ал Қайрат командасын бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз. Жеңісті күндерде жүздескенше. Кейінгі жылдары ММА әлемінде қазақ қыз жігіттерінің есімі жиі аталуда. UFC-де атой салып жүрген Шафқат Рахмоновтан бөлек, дәл осы ұйым аясында өнер көрсететін Жалғас Жұмағұлов, Сергей Морозов, Дамир Исмагулов, Мария Агапова секілді жерлестеріміз мұхиттың арғы бетінде бақ сынауда. Алдағы күзде олардың қатары тағы бір отандасымызбен толықпақ. Елордалық Жасұлан Әкімжанның қарым-қабілетіне қаныққан ең беделді промоушн өкілдері жерлесімізді өз қанатының астында өнер көрсетуге шақыртып отыр. Ендеше бүгінде қажетті құжаттарын сайлап, керекті қағаздарын реттеуге кірісіп кеткен Әкімжановпен жолығып, жақынырақ танысып қайтқан әріптесім Аслан Қаженовке кезек берсек. Грэплинг, дзюдо, аралас жекпе-жек шеберлері. Біз қазір мынау Елордадағы Астана Арена стадионы бар, кәдімгі футбол ойнайтын стадион, соның жанында орналасқан, соған іргелес орналасқан мынау жекпе-жек өнеріне арналған спорттық залдамыз. Бірер жыл бұрын қолданысқа берілді. Аумағы өте үлкен, мына жерде қателеспесем 5 бөлім бар. Әр қайсында әртүрлі жекпе-жек түрлері бойынша жаттығулар өтеді. Спортшылар, кәсіпқойлар бар, әуесқойлар бар, шеберліктерін шыңдайды. Енді маңыздысы бұл емес, менің айтпағым негізгісі осы спорттық залда біздің кейіпкеріміз Жасұлан Әкемжанов өзінің жаттығу жұмыстарын жүргізеді. Елордада болған кезде негізгі жаттығулары осында өтеді. Және мені кейіпкеріміздің өзі дәл қасымызда. Ассалаумағалейкум, Жасұлан, қалайсыз? Мен білем, алдағы мамыр айында панкратионнан әлем чемпионаты және соған дайындық болып жатыр қазір. Оның барысы қалай? Бәрі жақсы өтті. 20 күнде уақыт қалды ғой. Бүкіл жағынан дайынбыз. Бүкіл әлемді қатысады, Ташкентте болады ол чемпионат мира. Айта кетейік, Жасұлан Әкімжанов панкратион бойынша бірнеше дүркін ел чемпионы. Ал аралас жекпе-жекте 11 кездесу өткізіп, 9-ында жеңіске жеткен. Оның жетеуі уақытынан бұрын аяқталды. Жасы 26-да. Енді қазір Жасұлан өзің білесің ғой, бізде елде бір үлкен бум болып жатыр аралас жекпе-жекке қатысты. Шафқаттың соңғы жеңісінен кейін көзқарас өзгертуге болады, қызығушылық та артты. Сіздерге бір әсері қандай болды, жалпы залдағы атмосфера қалай? Бұл Шафқаттың осылай ұтып атқанның арқасында екі баланы UFC-ға подписать етті. Солардың арқасында бізге де UFC-дің ауасы алыс емес. Біздің қазақтар кіріп өздерін көрсеткен сайын, олар қазақтарға қызыға бастайды. Оған Шафқат дәлел мысалы. Бізде сол жағдайдың бәрін біліп, шетте қалмай, қазірден уже ағылшынды оқып жатырық. Жайлап Америкаға қимылдап бастап жатырық. Америка, алдағы мақсатың қай кезде жоспарлап отырсың? Наша дела деген промоушнмен контрактқа отырғам. Сол жерден гран-приді ұтып, 3 бой құдай қаласа гран-приді ұтсам, өзіме де UFC-ға кіру үшін бір кішкене рекордым асы сияқты. 2-3 бой өткізіп, сол жерде 3 бойды ұтып, сөйтіп рейтингтен дұрыс орында қалып, 65-70-те төбелес жүргеннен кейін мен екі жақтан да рейтинг бас екіп жүрді, рейтингім нақты болмай тұр. Соны 66-ға туралап, дұрыстап, 3 боймен дәлелдеп, сөйтіп UFC Америкаға барып, сол жақтан өзімді көрсеткім келеді. Мына 8 бұрышты алаң, солай ма? 8 бұрыш бола ма бұлар? Өте кең екен, мына қарап отырып. Аумағын білем, қанша болады? 9 метр ойдың қателеспесем. Былай, трансляция көрген кезде тар сияқты болады, кішкентай сияқты көрген енді. Бұл стандарт, осы алаңда айқасасыздар ғой? Осындай жерде. Жеткілікті дейсің, ешқандай. Жеткілікті. Қарсыласыңды қуалып жүріп ұруға. Бұл стандарт болғанда, стандартқа жақын, мысалы UFC, бұдан бір 5-0, бұл 9 болса, UFC 9-да 5 па, солай да. Кішкене ғана айырмашылығы бар. Батырға 10 сол бірдей ғой, маған бәрі ғой. Бірақ өзім базовый борецпін ғой. Бірақ мен
ол күресті екінші орынға қоямын да. Өйткені қазір мен шығып алып біреумен күресіп, 15 минут бойы күресіп не болсам, ол халыққа қызық емес та. Енді біз шоу-бизнес болғаннан кейін халыққа ұнайтын жағын қарастыруымыз керек та. Халыққа мен стойкада тұрып төбелескенім ұнайды. Қырылып, мысалы, нокаут көрсетіп, зрелищный бой көрсетсем, ол бүкіл адамға ұнайтын, не деген бой, қызық болып жатыр. Жоқ, онсыз да солай ғой, негізі. Сондайға тырысамын да мен. Еще навстречу сейчас. Потрясет! Все! Смогли досрочить! И Жасулан Акимжан одерживает досрочную победу! Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алаңның қызыл бұрышы Жасулан Акимжан! Ташкенттегі жарыс, енді ол да өте маңызды ғой, әлем чемпионаты. Қарсыластарын білесің бе, өзің салмағындағы жігіттерді бұрын кездестің бе, және мақсат қандай соған қатысты? Енді Құдай қаласа командалық бірінші орын, өзімде бірінші орын аламын деген ой ғой. Мақсат сол. Ол жерде қарсылас кім келсе де данымен қызық емес енді. Барынша еңбек етіп тренировка жасап жүргенімізді сол жаққа барып көрсетуіміз керек. Ертең күні үстігім керек еді, үст істеуім керек еді деп айтпау үшін қолымнан не келеді, не келмейді, бәрін жасаймын чемпион болу үшін. Міне Ташкенттегі жарыс мамырда өтеді. Одан кейін Жаслан жоғарыда айтты, жазда Ресейдегі жекпе-жек шоу бар, жаңағы үлкен жоба бар. Және Америка енді одан кейін ғой, мүмкіндік болса биыл немесе келесі жыл ма? Енді ол да Америкада визаға байланысты. Визаға жұмыс істеп жүргеніміз қанша болды. Виза аламыз деп. Құдай қаласа виза алып алсақ, ары қарай бір амал табылар. Уақытыңды алдық, жаттығудың кезі, сұхбат беріп жатсың, жоспарлармен бөлісіп жатсың. Сәттілік тілейміз, жоспарларының алдыға қойған мақсаттарың орындала берсін. Және біз ақпараттық жағынан кез келген уақытта қолдау танытуға дайын. Өзің айттың ғой, қазақ балалары өсін деп, біз де қазақ балаларын өскенін қалаймыз. Өзің де бір жетістікке жетсең, кәдімгідей қуанамыз. Рахмет үлкен, сәттілік. Қазақстандық кәсіпқой бокс шеберлеріне қатысты жағымды жаңалық көп. Жақында ғана кезекті жеңісіне қол жеткізген Мейірім Нұрсұлтанов әлемдік рейтингте жоғарылай түсті. Оған дейін Жанқош Тұраров пен Бекман Сойлыбаев та мерейімізді тасытқан болатын. Өткен аптада отандық Сүлеймен промоушенның өкілдері Бек Нұрмағамбет пен Әбілхан Аманқұлда қарсыластарын мезгілінен бұрын ұтты деген сүйінші хабар жетті. Мұхиттың арғы бетінде жүрген тағы бір жерлесіміз Жәнібек Әлімханұлы мамыр айының ортасында болатын жекпе-жегіне дайындығын пысықтауда. Ел спортына қатысты осы және өзге де тақырыптар алдағы топтамада. Жазда шаршы алаңға оралады. Қазақстандық Геннадий Головкиннің кезекті жекпе-жегі қашан өтетіні белгілі болды. Бұған дейін ол бокстан белгісіз уақытқа қол үзіп, тіпті мүлде кету мүмкін екені айтылған. Ал оның промоутері Том Лефлер барлығын жоққа шығарып, Головкин жазда рингке шығатынын мәлімдеді. Айта кетейік, жерлесіміз соңғы айларда чемпиондық белдіктерінен бас тартып, әлемдік рейтингтен шығып қалды. Атап айтқанда WBA тұжырымы бойынша кубалық Эрисланди Ларамен кездесуі керек еді. Тіпті жауапты ұйым оны міндеттеді де. Бірақ Головкин промоутерлік саудаға қатыспады. Сәйкесінше чемпиондық белдік жекпе-жексіз Лараға берілді. Оның алдында бразилиялық Эскиво Фалькаомен де кездесуге келіспей, IBF тұжырымы бойынша белдігін босатқан болатын. Енді жерлесіміздің қолында бір ғана атақ қалды, яғни ол қазір IBO тұжырымы бойынша орта салмақтағы әлем үздігі. Айта кетейік, Геннадий Головкин жуырда 41 жасқа толды. Бүгінге дейін кәсіпқой рингте 45 кездесу өткізіп, оның 42-сінде жеңіске жетті. Мейірім 6-шы орында. Boxrec.com порталы соңғы жекпе-жектерді саралап, әлемдік рейтингті жаңартты. Оған сәйкес орта салмақтағы Мейірім Нұрсұлтанов көрсеткішін жақсартқан. Ол жуырда ғана Оңтүстік Кореядағы жекпе-жек кешіне қатысып, жапониялық Кадзуто Такесакомен жұдырықтасқан болатын. 12 раундқа жоспарланған кездесу 8-ші раундта аяқталды. Жеңіске жеткен Мейірім WBO International белбеуін қорғап қалды. Бұған қоса әлемдік рейтингте 6-шы сатыға көтерілді.
Бұл көрсеткіш алдағы уақытта әлем чемпионы атағына таласуға жол ашады. Мейірім бүгінге дейін бас аяғы 19 жекпе-жек өткізіп, барлығында да жеңіске жетті. Тіпті 11-ін мерзімінен бұрын аяқтады. Жаңартылған тізімнің көшбасында қазақстандық Жәнібек Әлімханұлы да бар. Бірақ ол әлемдік рейтингтің 9-шы сатысына төмендеп кеткен. Жәнібек те тура бір айдан кейін шаршаланға шығып, WBO тұжырымы бойынша чемпиондық белдігін қорғайды. Жекпе-жек кеші ақштың Калифорния штатында өтеді, ал кезекті қарсыласы канадалық Стивен Батлер. Бір күміс және 2 қола. ВКФ карате бойынша әлемдік аламаннан жерлестеріміз осындай олжамен оралды. Серия А санатындағы турнирді Канаданың Ванкувер қаласы қабылдады. Және оған 64 елден 700-ге жуық спортшы қатысты. Әсіресе жерлестеріміз арасынан 25 келде өнер көрсеткен Гүлмира Үсенова финалға дейін жетіп, соңғысында жергілікті Хана Фурмуто Дежайский есе жіберді. Ал 68 келдегі Нүрият Тізімбай қола жүлдегер атанды. Кейін оның жеңіс жолын ерлер арасында Әбіл Мансұр Батырғали жалғады. Ол 75 келіге дейінгілер арасында айқасқан болатын. Айта кету керек, әлемдік аламан каратенің ВКФ бағыты бойынша, яғни халықаралық олимпиадалық комитет мойындаған бағыты бойынша өтті. Серия А санатындағы жарыстың алда тағы 2 кезеңі бар. Олар Кипр және Португалия елдерінде ұйымдастырылады. Нәтижесінде осылай үздік нәтиже көрсеткен спортшыларға рейтингтік ұпай беріліп, алдағы уақытта Премьер-лига жарыстарына қатысуға мүмкіндік ашылады. Қазақстан 7-ші орында. Теннистен Билли Джин Кинг кубогының финалына шыққан ұлттық құрамамыз әлемдік рейтингтегі жағдайында жақсартты. Яғни Елена Рыбакина бастаған қыздар 3 саты жоғарылап 7-ші орынға тұрақтады. Айта кету керек, бұндай жетістікке жерлестеріміз алғаш рет жетіп тұр. Осының арқасында Қазақстан, Италия, Германия, Румыния, Бельгия, Ұлыбритания және ақш сияқты азулы командаларының алдына шықты. Топ басында Швейцария құрамасы, үздік үштікке Аустралия мен Испания кіреді. Еске сала кетейік, әлем чемпионатының іріктеу кезеңі өткен аптада елордада болды. Және оның аясында Қазақстан мен Польша құрамалары кездескен еді. 2 күнге созылған матчтар сериясы нәтижесінде жерлестеріміз 3-1 есебімен алға шықты. Сәйкесінше Билли Джин Кинг кубогының финалына жолдама алды. Ақтықсын қараша айында өтеді, ал оны қабылдайтын мемлекет әзірге белгісіз. Айта кетейік, қазақстандық қыздар былтыр да финалда өнер көрсетті, бірақ соңғысында топтық кезеңнен аса алмады. Сметов татамиге оралды. Ұлттық құраманың үздігі ұзақ үзілістен кейін қайтадан жарысқа араласады. Дзюдодан алдағы әлем чемпионатына қатысатын қыз-жігіттердің тізімі жарияланды. Соған сәйкес 60 келі салмақта ел намысын Елдос Сметов қорғайтын болды. Айта кетейік, ол жарақатына байланысты біраз бәсекеге қатыса алмады. Дәл осы салмақта тағы бір жерлесіміз Нұрғанат Серікбаев та өнер көрсетеді. Орта салмақтарда Осман Қырғызбаев, Жансай Смағұлов және Данияр Шамшаевтарға үлкен үміт артылып отыр. Ауыр және аса ауыр салмақтарда Абылайхан Жұбаназар, Дидар Хамза және Нұрлыхан Шархандар белдеседі. Қыздар арасында Әбиба Абужақынова, Ғалия Тыныбаева, Камила Берлақаш және Ақерке Рамазанова сияқты спортшылар дүниежүзілік додаға қатысуға мүмкіндік алды. Тізімде бас аяғы 19 дзюдошы бар. Қазір олар Алматыда жарыс алдындағы соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Әлем чемпионатының өзі мамырдың 7-сі мен 14 аралығында Катар астанасы Доха қаласында өтеді. Сенсациялық жеңіске толы сайыс. Елордада әйелдер арасында шахматтан ерекше форматтағы жарыс өтті. Яғни Қазақстанның ең мықты деген спортшылары әлемнің айтулы шахматшыларына қарсы ойнаған болатын. Жарыстың соңғы күні 17 жастағы Меруерт Камалединова керемет нәтиже тіркеді. Ол 4 дүркін әлем чемпионы әрі әлемдік рейтингтің көшін бастап тұрған қытайлық Хоу Ифанды ұтты. Ал ұлттық құрама сапындағы Алуа Нуманова 16 ойынның 11-інде жеңіске жетті. Біреуін тең аяқтады. Бұдан бөлек Бибісара Асаубаева, Жансая Әбдімәлік, Динара Садуақасова сияқты жерлестеріміз де ел намысын абыроймен қорғады. Бірақ соған қарамастан жалпы есепте әлем құрамасы алға шықты. Қорытынды нәтиже 55-73. Айта кетейік, бұндай үлгідегі жарыс алғаш рет қолға алынды. Ал оның жүлде қоры 50 мың ақш долларын құрады. Спорт әлемі бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Ел спортшылары байрақты бәсекелерде жеңіс тұғырынан көрініп, дәл сіз жанкүйер болған команда жеңіске жете берсін. Сіздермен бірге болған мен, Айбек Қабылша. Жеңісті күндерде жүздескенше бай қуатты болайық.